Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін менің атым Гүлім. Мен жалпы семейный врач болып табыламын, педиатрмын. Сондықтан мен бүгінгі менен көп сұрайтын, жалпы Қазақстанда, бүкіл елде, жалпы әлем бойынша ең көп таралған аурудың бірі ол анемия. Анемия деген не, оның себептері және оның түрлері, және де оның емі туралы айтып өткім келеді. Бүгінгі тақырып, жалпы менің каналыма жазылмасаңыз, міндетті түрде жазылыңыздар. Медициналық тақырыптан басқа әйелдерге керек, және жалпы әйелдерге керек тақырыптарды қозғаймын. Тақырыбымызға келетін болсақ, анемия деген не? Жалпы анемия дегеніміз сөздің өзі латынша тілден аударған кезде анемия, а дегеніміз ол бұрыстау, эмия дегеніміз ол қан деген сөз. Жалпы қанның аздығы деген сөз. Бұл жерде қанның мөлшері емес, қанша литр деген сияқты аз емес, бұның құрамындағы нәрсенің аз деген сөз. Анемия көбінесе гемоглобинмен байланыстырады, ол дұрыс. Өйткені анемия кезде мен бүгінгі айтатын анемиям темір тапшылықты анемия. Анемияның түрі көп, 12 тапшылықты, гемолитикалық анемия және басқа да анемиялар бар, бірақ мен жиі таралған, бүгінгі жиі таралған ол темір тапшылықты анемия туралы сөйлескім келіп отыр. Жалпы оның гемоглобинге не байланысы бар? Гемоглобин дегеніміз ол ағзаға, барлық ағзаға оттегін тасымалдайтын нәрсе. Гемоглобин дегеніміз. Ол гемоглобин түзілу үшін, гемоглобин синтезделіп отыру үшін, организмде түзіліп отыру үшін бізде темір керек. Темір дегеніміз ол сырттан түсетін нәрсе. Біз тағам арқылы көбінесе тағам жеген кезде, ет жеген кезде, алма жеген кезде бізге темір түседі. Бұл кезде гемоглобин көбінесе аз болады. Гемоглобин нормада 120-дан 140-қа дейін көбінесе болады. Әйел адамдарда 120-дан басталады, ер адамдарда 130-140-қа дейін болу керек. 160-қа дейін баратын кездер болады, нормада, ол ер адамдарда. Жалпы әйел адам, ер адам демей, бірінші гемоглобин не үшін керек екен организмге? Организм гемоглобин оттегіні тіндерге, жалпы барлық ағзамызға біздің тарату үшін керек. Ол гемоглобин түзілу үшін ол темір сырттан түсу керек бізге. Темір деген ол тағам арқылы, ет арқылы, бауыр арқылы, жалпы алма арқылы, көбінесе сол арқылы бізге тағам арқылы темір түсіліп отырады. Оның себептеріне оның болатын себептері көбінесе бізде темірдің ағзамен дұрыс сіңірілмеуі болады. Көбінесе қазақтарда шай ішкен жақсы көреді, мысалы тағаммен бірге. Ол кезде ол темірдің сіңірілуіне кедергі келеді. Барлық жағдайда деп айтпаймын, өйткені шай іше отырып темірінің, жалпы гемоглобиннің мөлшері барлығы жақсы адамдарда болады. Дұрыс сіңірілмеуінен, немесе ұзақ қан кетіп отырудан, көбінесе ол кезде асқазан ішек ауруларына, адамдарда егер басқа қан аурулары болса, ол кезде қан кетіп отырған кезде ол гемоглобин азаяды ағзада. Жалпы біз гемоглобиннің рөлін біліп оттық, оны қалай білеміз біз ағзада аз екен? Ең оңай нәрсе ол бізде гемоглобинді қан анализі арқылы білеміз. Жалпы қан анализі. Жалпы қан анализді бізде қарағанда гемоглобиннің нормасына байланысты бізде жалпы анемияның сатысына бөлеміз. Жеңіл сатысы, орташа сатысы және ауыр сатысы. Жеңіл сатысында бізде мысалы гемоглобин мөлшері 90-нан 120 грамм на литр болады. Егер орташа сатысы болса сізде, ал орташа сатысында сіздерде 70-тен 89-ға дейін болады. Ал егер 70-тен азайса гемоглобин, ол кезде ауыр сатысы болып саналады анемияның. Жалпы анемияның тағы да жалпы қан анализде гемоглобиннен басқа сізде түстік көрсеткіш деген бар. Цветной показатель деп тұрады, көбінесе түстік көрсеткіш ол кезде түседі, төмен түседі. Оның нормасы 0,85.
0,85 одан төмен болса ол гипохромная анемия, темір тапшылықты анемияның гипохромная анемия дейді, түсті көрсеткіші төмен түседі сол кезде. Және де ретикулоцит деген бар, ол да төмен түседі. Ол кезде жалпы осыге мен симптомдарын айтып жүрейін. Анемия бар екен сізде қайдан білесіздер? Мысалы, жаңағы анализдан басқа сізде білетініңізде. Көбінесе ол адамдарда сыртына қарағанда аппақ болады көбінесе. Және де шырышты қабаттары, ауыздары, және көзінің астын былай ашып қарасаңыздар, өзіңізде мысалы ашып қарасаңыздар, қып-қызыл болып тұру керек қой, қанға толып. Бұл жерде көбінесе сіздерде олай болмайды, ақшыл болуы мүмкін. Және де ұйқышылдық болады, бұл адамдарда шаршағыштық болады, тез бірдеме жұмыс жасаса шаршап қалады, және де ауыр сатыларында олар ентігіп қалады. Балалар болсын, үлкен әйелдер немесе еркектер болса да бір кішкентай жұмыс істесе ентігіп қалуы мүмкін. Және де мына жерлерде көгерулер де болуы мүмкін бұл кезде. Жалпы және де сыртқы шашы, мысалы шаш қарағанда сынғыш болады бұл адамдарда, немесе түседі, шаш жақсы түсуі мүмкін. Тырнақтары да сынғыш болады. Бұл кезде шаршағыштық көп боялады. Адамдар емін айтатын болсақ, егер сізде жеңіл сатысы болса анемияның, ол кезде сіздер көбінесе ет жеулеріңіз керек, бауыр жеулеріңіз керек көптеген. Және де асып жеуге болады, немесе қуырып жеуге болады. Жеген кезде жақсылап шайнау керек. Және де тағам жеген кезде темірді толтырғыңыз келсе, көбінесе шайсыз сумен немесе басқа шырындармен ішкен дұрыс. Өйткені сіздер білесіздер ғой, жаңа айтып өткендей, шай ол темірдің сіңуіне кедергі жасайды. Және де тағамдардың басқасы алма, бұда темір көп, басқада және кашалар, олардың барлығында темір бар. Біреуінде аз болуы мүмкін, біреуінде көп болуы мүмкін. Жаңағы анар шырынында да гранатовый сок дейміз, сода да көп болады темір. Сондықтан солай темірді толтыруға болады. Егер жеңіл сатысында, одан кейін, егер сізде орташа ауыр сатысы болса, міндетті түрде сізге темір препараттарын қолдану керек. Темір препараттары көбінесе неше түрлі атпен белгілі, олар фирмасын айтпай қояйын, бірақ темір препараты железо дейді, сонымен толтыру керек. Көбінесе ол егер сізде жеңіл сатысы болса 1 ай ішеді, орташа сатысы болса сіздерде 2-ден 3 айға дейін ішеді, немесе ауыр сатысы болса 3 айға дейін ішеді, күніне 2 рет көбінесе. Және де тағы да мультивитаминдерді қосуға болады, және де фолиевый қышқылдарды қосуға болады, және фолий қышқылын күніне 2-3 рет ішсе болады. Және де айтып өтетін нәрсе, темірдің сіңуіне аскорбиновая кислота жақсы көмектеседі. Сол үшін витамин С-ны сіздерде күніне 1 рет болса да 1 айдың көлемінде ішіп отыруға болады. Сол кезде сізде темірлеріңізді 1 айдан кейін осы препараттарды іштіңіз, ауыр сатысы болсын, жеңіл сатысы болсын, қандай сатысы болсын, 1 айдан кейін тағы да сіздерге анализ тапсыру керек. Анализде сіздер білесіздер, сізде препараттар көмектесіп жатыр ма, немесе көмектеспей жатыр ма. Мүмкін сізге дәрігер, міндетті түрде дәрігермен емделесіз, сол кезде сізге басқа дозасын береді, немесе препаратты ауыстырады, солар өз қарайды сол кезде. Көп жағдайда темір тапшылықты анемия емделеді. Соңғы мен қорытындылай кететін нәрсе, темір тапшылықты анемия міндетті түрде жүкті әйелдерде және де балаларда емделу керек. Жүкті әйелдер көбінесе өзінің ішіндегі баласына жауапты, сондықтан сіздер өзіңізге емес, сіз балаға көбінесе жауаптысыз. Сондықтан бала іштей қайғырмас үшін іштен аз болғандықтан гипоксия болады. Балаға оттегі жетіспейді тіндеріне. Жалпы іштей бала дамып атқасын, дұрыс дамуы үшін баланың сізде гемоглобин төмен болса, міндетті түрде сіздер емделуіңіз керек, көбінесе жүкті әйелдерде болады. Егер сіздер мысалы бастапқы кезде, егер жүктілікті сіздер қалай айтсам болады, жоспарлап жүрсеңіз, жүктілік енді басында сонда анемия кездессе, сіз емделуіңіз керек сіздің врачтарыңызбен, терапевтпен, гинекологпен. Неге? Өйткені бірінші бастапқы кезде сізде бір ілініп жатса, ол соңғы кезде одан самай үдейеді. Соған байланысты. Ал егер балаларда болса, балалар жалпы дамып жатыр ғой, бала дегеніміз 5 жасқа дейін күрт тез өседі. Сол дұрыс тез өсу үшін мие көбінесе миында ишемия, гипоксия болмас үшін
оттегін жалпы жақсы тіндерге барып отыру үшін сізге гемоглобинді дұрыстау керек. Балаларда болса міндетті түрде емдеңіздер. Сол мен сіздерге айтатыным сол. Мен тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Мен каналыма жазылыңыздар. Әлі көптеген тақырыптар болады. Ауырмаңыздар, анемияңыз болса уайымдамаңыздар, ол емделеді. Сондықтан келесі кездескенше сау болыңыздар.